Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен бүгін қазан айының 24-і мансарттың терезесінің алдына отырғызған әртүрлі өсімдіктерімді сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Мынау міне қияр отырғызылған, жаңа жылдық дастарханға жеміс береді ма деген үміттемін. Міне бірнеше түбін отырғыздым. Сонымен қатар мына жақта қызанақтан отырғыздым бірнеше түп. Мынау ертарақ қызыл бұрышты да отырғыздым. Мынау ертарақ отырғызылған бір қызанаққа қазірде міне уже қызанақ шығып тұр. Сонымен қатар мен мына жерде міне роза гүлінің бұтақтарын тамырландыруға қойдым. Екі тұста жерде туя ағашының бұтағын тамырландыруға қойдым. Сонымен қатар мына жерде міне көгілдір шыршаның бұтақтарын қойдым тамырландыруға. Ал енді мынау болса қысқа қарай үйге кіргізіп қойған герань гүлдері бірнешесі. Бұл көктемге дейін осында болады. Бұның бұтақтарынан тағы көбейтемін. Қазір жақсы өсіп тұр. Мұнда да міне әртүрлі гүлдердің бұтақтарын тамырландыруға қойдым. Бұларда әлі тамыр бере қойған жоқ, бірақ әлі жақсы, былай солған жоқ, жақсы өсіп тұр. Мына жақта да міне гүлдердің жапырақтары, бұтақтары тамырландыруға қойған. Анау декабристка деген гүлдікі, мына бер жағындағы долларовый дерево деген. Сонымен қатар мына жағында тағы міне гүлдердің бұтақтарын тамырландыруға қойдым әртүрлі. Осылардан егер сіздерге қызық болса, қандай нәтиже шығатынын көргілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып қадағалап отырсаңыздар, осылардың қай-қайсысы міне тамырланды, қандай нәтиже берді, қияр қаншалықты шықты, соның бәрін сіздерге көрсетіп қызықтап отыруларыңызға болады. Бұл мен үшін бір табыс көзі емес, тек қана қызығушылық ретінде өзіме, орысша айтқанда хобби дейді, сол қызығушылықпен отырғызған өсімдіктерім қазір өсіп жатыр. Міне алдыңғы отырғызғандардың биіктігі мынандай үлкен ағаштар болды. Міне жақсы өсіп тұр. Бұйырса кейінгі отырғызғандарым да жақсы осылай өсіп шығады деген үміттемін. Қадағалап көріп отырыңыздар.